Сәлем достар, сіздермен бірге Лаура. Бүгін мен сіздерге жеті шелпектің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, маңызды жерлерін өткізіп алмаңыздар. Бір жасағаннан керемет болып шығады. Ал ендеше бірге жасайық. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз. Оның үстінен жылы сүтімізді құямыз. Қантымызды саламыз және де жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте тұзымызды саламыз. Төмендегі описание бөлімінде грамдары барлығы толық жазылған. Одан кейін жақсылап араластырып алып, үстіне келесі кезекте сұйық майымызды құямыз. Келесі кезекте дрожжымызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Одан кейін міндетті масса ең керегі бұл жерде бізге майонез, немесе қаймақ салсаңыздар да болады. Жақсылап осылай майонезімізді араласып кеткенше араластырамыз. Ұнымызды салып, қолымыздың көмегімен жақсылап бір келкі қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды қатты да жұмсақ та қылмай, орташа қылып илейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте әдемі болып шықты. Оның үстіне майлығымызды жауып, бір жарым сағатқа ашытуға қоямыз. Қамырымыз осылай 2-3 есе болып көтеріліп ашып шығады. Одан кейін уже қамырымызды ыдысымыздан түсіріп алғаннан кейін бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бұл жерде менде 8 штук шелпек шығады. Дәл осы рецепт бойынша 2 есе 3 есе көбейтіп бауырсақты да пісірсеңіздер өте керемет бауырсақ болып шығады. Келесі кезекте осылай екі қолдың көмегімен жақсылап домалақ пішімге келтіріп алатын боламыз. Одан кейін қамырларымызды барлығын бір жерге қойып, үстіне сүлгімізді жауып тағы 10 минутқа демалдырамыз. Бұл жерде бізде қамыр демалып шыққаннан кейін майға салған кезде өте әдемі болып, жақсы болып көтеріліп піседі. Ұнымыздың көмегімен осылай қамырларымызды жақсылап жаямыз. Кішкене жабысқақ қамыр болып шыққаннан кейін ұн себу міндетті. Қамырымыз қатты көтерілмеу үшін осылай пышақтың көмегімен бір-екі рет кескілейтін боламыз. Одан кейін қызып тұрған майға қамырымызды салып, қызарта отырып, екі жағын пісіріп алатын боламыз. Біздің шелпектеріміз осымен дайын, өте әдемі әрі жұмсақ болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.